бірге қайта қауышқан мен Мисайжан Кизет және бүгінгі видеомыз Back to School'дың жалғасы. Бүгінгі видеода мен мектепке арналған лайфхактарды көрсететін боламын. Бұл лайфхактар мектептегі өміріңізді жеңілдетеді. Бұл видеоны бастамас тұрып, менің арнама тіркелуді ұмытпа, менің инстаграмыма тіркел, және де осы видеоға міндетті түрде лайк басып кет. Ал егер де қызықты болса, арата қараймыз. Ендеше бастайық. Үсті шашылып жатса, және де оның барлығын бір жерге жинап қойғыңыз келсе, сіздерге бар болғаны шашқа арналған резинка қажет болады. Ары қаратай видеодан көріңіз. Егер де үстеліңіздің үсті дәл осылай шашылып жатса, және де керек затыңызды таба алмай жатсаңыз, менің лайфхагым көмекке келеді. Сізге бар болғаны шашқа тағатын резинка қажет. Оны видеода көрсетілгендей етіп дәптерге тағып қоясыз. Бірнешеуін тақсаңыз тіптен берік болады. Ал кейіннен үстеліңіздегі заттарды сол резинкаға тағып қоясыздар. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party and жиынтық бағалау немесе бақылау кездерінде барлықтарымыз білетіндей дәптердің екі беті қажет болып қалады. Және де ол екі бетті жыртып алған кезде оны үлкен тесіктермен жыртқымыз келмейді, әрине барлығымыз. Сол екі бетті қалай ұқыпты етіп жыртып алуға болатынын осы келесі лайфхактан көретін боласыздар. Сізге бар болғаны кәдімгі дәптер қажет. Және де ұшы видеода көрсетілгенде қалам қажет болады. Біз ол қалам арқылы дәптердің темірін майыстыратын боламыз. Және осылайша біз тырнақтарымызды, саусақтарымызды ауыртпай дәптердің парақтарын аламыз. Менің ойымша бұл ең керемет лайфхак, және де саған да ұнаса осы видеоға лайк бас. Сабақ үстінде мұғаліміңіз сіздерге шеңбер салсын деді, бірақ сіздің қолыңызда циркуль болмаса, осы лайфхак сізге көмектеседі. Сізге керегі қалам, резинкалар және қарындаш. Қалам мен қарындашты резинка арқылы бір-біріне байлап қоямыз. Ал кейіннен ортасына керек емес немесе кішірейіп қалған өшіргішті қоясыз да, өзіңіздің шеңберіңізді сыза бастайсыз. Осылайша қолдағы бар заттардан циркуль жасауға болады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын, себебі менің ойымша бұл мектеп кезінде барлық оқушы біліп жүру керек. Осы видеоны аса лайк бас, менің каналыма тіркел, және де менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпа. Барлық қызықтар менің инстаграмымда. Back to School видеолары жиі шықсын десеңіз, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен Мисайжан Кизет. Сау болыңыздар.